Құрметті ағайын, міне Ақсәулем әнін бүгін үйрететін болам. Музыкасын тыңдап жіберіңіздер. Сүйкімді қол жайып қанатын, біздің гүлден ұшып қонатын. Менің сәулем ал, менің сәулем, сол ақ қолдан ұшқан болатын. Міне қараңыздар. Сүйкімді қол жазып дейді, жайып деп та айтады. Сүйкімді қол жайып қанатын, біздің гүлден ұшып қонатын. Менің сәулем ол, менің сәулем, менің сәулем сұлу болатын. Менің сәулем ол, менің сәулем, менің сәулем сұлу болатын. Сосын айналайын ақ сәулем деп кетеді ары қарай. Бірінші міне сүйкімді аққу жайып қанатын. Міне сүйкім қағыс, төмен, жоғары, төмен, үш қағыс. Міне буынға бөлеміз сүйкімді деген сөзді. Сүй, төмен, кім, д дегенде үшінші қағыста д дейміз да, аққу деген сөздің ақты бірінші буынын айтып жібереміз. Сүйкім, д ақ деп айтып жібереміз. Міне төмен, сүйкім, д ақ. Сосын қу, сүйкімді аққу деген сөз шығады сонда. Сүйкімді аққу. Сосын жайып қанатын. 1, 2, 3. Үшінші пернені басамыз. Жайып, жайып, ашық қана, қа төменге, сосын на екінші перне жоғарыға. Қағысын қараңыздар, қағысы алма кезек. Міне сүйкімді аққу. Сосын жайып, ашық қана, 5 пен 3 мына жерде. Үстінен 5, астынан 3-ші перне. 1, 2, 3, 4, 5. 5 астынан 3-ші перне. Тын дейміз төменге. Тын, төменге. Сосын төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, 4 қағыс. Бүгінше бір жолын үйретейін. Етпесе қиын болып кетер. Бастан бастап. Сүйкімді ақ. Үшінші қағыста ақ дегенді айтып жібереміз. Сосын екінші перне 1, 2. Қу жоғарыға. Қу, аққу деген сөздің жалғасы. Сонда сүйкімді аққу. Сосын үшінші перне жазып, жайып деп айтса да болады. Жайып, ашық қана. Сосын 5 пен 3. Тын, төмен, сосын төмен, жоғары. Сонда бұлай болады. Сүйкімді аққу жайып қанатын. Мына жерде қағыстары бұлай. Сүйкімді аққу жайып қанатын. Міне осындай. Сіздерге міне қандай санды басу керек, арнайы қағазға жазып дайындап қойдым. Міне осындай қағаз керек болса комментарийге жазыңыздар. Міне видеодан да қосымша үйренесіздер, бірақ қағазбен ыңғайлы тартқан. Жақсы ма? Қағаздан жаңағы алып алыңыздар осындай қағазды, сосын сіздерге оңай болады. Әйтпесе видеодан шамалы қиындау. Негізі қағаздан түсініп алған жақсы бірінші.